Қыздар, бүгін сіздермен өте жеңіл және тез дайындалатын кәріс десерті моти дайындайтын боламыз. Алдымен сүтімізге аз ғана шекер, шым-шым тұзымызды салып, осындай десертке арналған күріш ұнын қосамыз. Соңында сұйық май құямыз. Сіздерге лайфхак болсын, красительдің орнына куркума қоссаңыздар болады. Осындай қызып тұрған табада ұнымызды бір келкі араласта отырып, осылай қамыр болғанша араластырамыз. Кейін кремін дайындаймыз. Творожный сыр мен сгущенканы араластырсаңыз жеткілікті. Қамырымызды 8 бөлшекке бөліп, кукурузный крахмал арқылы жақсылап оқтаумен жайып аламыз. Кейін бокалдың көмегімен осылай кремімізді начинкасына менде банан және орео салдым. Видеодағыдай осылай дайындасаңыздар болады. Мотиді әртүрлі начинкамен жеп көрдім. Маған ең ұнағаны бір-біріне күшті үйлесім табатыны орео және банан. Сіздерге де кеңес беремін. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әсіресе қонақ келгенде жасасаңыздар, дастарханыңызды ерекше аша түседі. Сіздермен болған бота ас болсын.